Сәлем достар, бүгін бауырсақ дайындаймыз. Өте дәмді, жұмсақ. 400 грамм ұн шамамен. Оған тұз, қант, үлкен ас қасықпен бір жарым қасық маған лайк басып, тіркеліп, комментарий қалдырып отырыңыздар. Дрожжи салып, 5 грамм дрожжи, бір жұмыртқа салып дайындап қоямыз да, енді сұйықтығымызға кірісеміз. 200 грамм сүт, жылы су мен суық суды араластырып құйып, жылы су болу керек, шым-шым су болу керек кішкене. Үйде қаймақ қалыпты, менде мына жерде мінекейіңіз 2,5 шай қасықтай. Соған сүт құйып, жақсылап, жұмсақ қамыр илейміз. Асықпай жақсылап. Көп илеу керек, еуі қану үшін. Көп илеп, сосын тегешке салып қойып қоямыз. Бір 15 минуттай. Сосын қайтадан илейміз. Үйдегі бала шағаларыңызға, ата-енелеріңізге пісіріп берсеңіздер болады. Күнделікті пісіретін бауырсағым ғой. Балаларға пісіретін. Аптасында міндетті түрде бір рет пісірген бауырсақ. Балалар үйде демалыс, каникул болғандықтан осылай бауырсақ пісіріп берейін деп шештім. Міне тегешке салып қоямыз 15 минутқа. Сосын 15 минуттан кейін қайтадан бір илеп, жақсылап микроволновкаға салып қоямын мен. Мен олай бірнеше рет басып нетпеймін. Мен бір-ақ рет осылай қоям, сол беті бір рет көтеріледі, сонымен пісіре берем. Міне мына жерде көрдіңіздер ме? Июі қанып, қамыр майда болды міне. Енді микроволновкаға салып қоям. 1 сағаттың ішінде көтеріледі. Міне, дайын, көтерілді. Енді бауырсағымызды жайып, жақсылап кесіп, майымызды қыздырып, пісіре береміз. Өте жеңіл, оңай. Үйде пісірсеңіздер болады. Ешқандай артық заттың керегі жоқ. Жұп-жұмсақ. Менде мына жерде айтпақшы, ұнның сорты бірінші сорт. Высший емес, бірінші сорт. Высший сорттағы ұн үнемі қатып қала береді ғой, қатты болады ғой. А мынау жұп-жұмсақ, қалай илесең де жұмсақ шығады ғой. Таңғаламын мен соған. Міне, 4-5 бауырсақ істейін деп шештім. Міне, бауырсақтарым дайын. Майым пісіп тұр, қазір пісіреміз. Мына жерде бір жаймасы ғана, мен тағы бір жайма пісірдім. Менде мына жерде еще сұйық май мен тоң май араласқан. Сонда майлы болмайды бауырсақ. Дәмді болады, балаларға ұнайды. Бірден жеп қояды ғой. Жақсы жейді ғой. Маған тіркеліп, лайк басып отырыңыздар, қолдап отырыңыздар. Комментарий жазып отырыңыздар. Міне осылай пісіріп аламыз. Бір жағына 1 минут, бір жағына 1 минут. Майды жақсылап қыздырып аламыз. Әйтпесе май қатты қызбаса, бауырсақ бүкіл майды өзіне сіңіріп алады. Мен осылай сүзгімен алам, ыңғайлы өзіме осылай алған. Сүзгімен алып, осылай пісіріп, жеп аламыз. Міне, осылай пісіріп алдым. Бауырсаққа не жетсін? Өте дәмді болды, жұмсақ болды. Сіздерге де кеңес берем пісіруге. Балаларыңызды бір қуантып қойыңыздар. Тәтті-мәтті алып бергенше осылай үйде бауырсақ пісіріп берсең, соған да мәз ғой балалар. Осылай міне, бауырсағымыз дайын. Еш қиындығы жоқ. Оп-оңай, жұп-жұмсақ. Маған лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп отырыңыздар. Бір-бірімізді қолдап жүрек. Міне, бауырсағым дайын. Рахмет сіздерге. Кездескенше сау болыңыздар.